Құрметті оқырмандар, арнама қош келдіңіз. Лүпіл басып, арнама тіркеліп, қолдап кетіңіз. Баршаңызға бақыт тілеймін. Ерте заманда бір хан уәзірін сынамаққа оған 3 сұрақ қояды. Осы 3 сұраққа жауап бере алса, оның дәрежесін көтеретінін, ал жауап бермеген жағдайда дарға асатынын айтады. Уәзір шарқ ұрып жауап іздеуге кіріседі. Небір қалың кітаптарды ақтарады. 1000 ойланып, 90 толғанып, ала сұрады. Бірақ жауап табылар болмайды. Басқа еш амал таппаған соң, қарап жатып жан бергенше уағдалы күн жақындағанда атына мініп қашады. Сол қашқаннан мол қашады. Әбден шаршап, шалдығып, шамасы біткен жерде жығылып ұйқыға кетеді. Сол уақытта малын жайып келе жатқан бір қойшы ер-тоқымымен жайылып жүрген атты көріп қасына жақындайды. Қараса жерде өте қымбат киінген бір мырза жатыр. Мұның тегін адам емес екенін білген қойшы жолаушыны оятады. Оянып амандасқан соң жөн сұрасады. Уәзір жағдайын айтады. Қойшы тыңдап болғасын, бұл кісіні бүкіл мансабынан, ел жұртынан безуге мәжбүр еткен қандай сұрақтар екенін білгісі келеді. Уәзір айтқысы келмей, саған айтқанда не айдалада қаңғып жүрген қойшы, білетін нәрсе емес. Сен түгілі талай жыл ел басқарған небір жақсылармен араласып жүрген мен білмегенде сен қайдан білмексің дейді қойшыға көңілі толмай. Дегенмен айтып көріңіз, біреу білмегенді біреу біледі, біреу жылайтынға біреу күледі деген бар емес пе? Бізде ойланып көрейік дейді. Қойшы да қоймай, жарайды, елсізде ит те жолдас дегендей уәзір айтуға келіседі. Сөйтсе, уәзірді елден безуге мәжбүр алғашқы сұрақ: ең үлкен шындық не деген екен? Мұны естіген қойшы таң қалып, ой, бұл шынымен осыны да білмедіңіз бе? Бұл өлім ғой. Елдің бәрі де өлетінін біледі. Бұдан үлкен ақиқат болуы да мүмкін емес дейді қойшы. Уәзір қуанғаннан, рас айтасың, қалай ойыма келмеген? Әрине, басқа не болуы мүмкін деп айғайлап жібереді. Әй, сен екінші сұрақтың да жауабын білетін шығарсың дейді қойшының түріне үңіле үміттене қарап. Айтыңыз, ойланып көрейік дейді қойшы жайбарақат қана. Дүниедегі ең үлкен өтірік не болуы мүмкін дейді. Уәзір асығып аптыға. Қойшы, сіз шынында қызық адам екенсіз. Ең ақиқат нәрсе өлім болғанда, ең жалған нәрсе өмір емес пе? Кім жиған тергенін өзімен бірге әкете алады? Менікі дегенінің бәрі біреудікі болып қалмай ма? Жақсы деп ойлағаның жаман, жаман дегенің жақсы болып шығады. Дүние жалған деп бекер айтылған ба? Дегенде уәзір, рас, дәл айттың, шынында солай дейді. Ал енді үшінші жұмбақтың жауабын да ойланып көрші. Дүниедегі ең биік нәрсе не? Дейді. Бүкіл өмірлік мәселенің бәрін бір қойшымен-ақ шешіп кететініне жүрегі жарыла жаздап қуанған уәзір. Қойшы, бұл сұрағыңыздың жауабы да қиын емес екен, бірақ мұны мен айтпаймын дейді. Уәзір жалына бастайды. Тіпті бүкіл байлығының тең жарымен бере салатынын уәде береді. Қойшы, сізді өлімнен арашалай алмаған байлық маған опа бере қояды деймісіз? Керек емес, өзіңіз пайдалана беріңіз дейді. Уәзір не қаласа да қолынан келгенінше орындайтынын айтып, жалынып жалпаяды. Қойшы, менің бір ғана шартым бар. Менің төбетіммен бір астаудан тамақ ішсеңіз, жұмбағыңыздың жауабын айтайын дейді. Қу сүйек үшін қырылысып жататын итпен бір астаудан тамақ ішудің оңай шаруа емесін білсе де, алтын табақтан тамақ жеп үйренген ақсүйектің итаяқтан ас ішуі қанша қорлық болса да, уәзір байғұс
қу жаны үшін ләж жоқ келісуге мәжбүр болады. Ақыры итшілеп жүріп қойшының шартын орындапты. Сонда қойшы, дүниедегі ең биік нәрсе мақсат. Сіз өз мақсатыңызға жету үшін қанша қиын болса да итаяқтан ас ішуге келістіңіз. Барлық жаратылған нәрсенің өз мақсаты болады. Мақсатыңыз ештеңе жаратылмайды деген екен. Ең үлкен шындық өлім, ең үлкен өтірік өмір, ең биік нәрсе мақсат деген екен.